Армысыздар, құрметті көрермендер! Қыздар емес жігіттер сұранысқа ие. Бағым Мұхитдинова кешью тобының қазіргі құрамы туралы пікір білдірді. Алматыда танымал мейрамханалардың бірінде кешью тобының жаңа бейнебаян тұсаукесері өтті. Кешьюлік қыздарының «Хула Хоп» деген аталатын жаңа әні таныстырылды. Топтың музыкалық продюсері Бағым Мұхитдинова бой көрсетті. Продюсер Қазнұр тілшісіне сұхбат беріп, кешью тобының соңғы құрамы неге елге аса танымал бола алмағанын айтты. Бағым Мақсатқызы айтуынша, бұл бұрын-соңды елімізде шоу-бизнесте болмаған нәрсе. «Хула Хоп» кешьюліктердің ән-композиторы Белозамен бірге жасалған жұмыс. 2006 жылы сәуірде құрылған кешью тобының тарихы көпшілікке таныс. Сұранысқа бұрынғыдай қыздар емес жігіттер ие. Тіпті 90-60-90 немесе бойының 170-180 болуы да көмектеспейді. Кешью қыздары қаншалықты хитке айналатынын білмеймін, бірақ бәрібір тарихта қалады. Себебі 2006 жылдан бері тоқтаусыз жұмыс жасап келеді, деп Бағым Мақсатқызы өзінің сұхбатында бөлісті.